Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз материктердің табиғат зоналарымен танысуды жалғастырамыз. Бүгін бізде оңтүстік жартышар материктердің табиғат зоналары. Бірінші оңтүстік Америка материгінен бастайық. Оңтүстік Америка материгінің солтүстігінен экватор сызығы кесіп өтетін болғандықтан, осы төңіректе бізде экваторлық мәңгі жасыл ормандар қалыптасқан. Негізгі алып жатқан жері осындай. Бұл бірінші. Және осы экваторлық мәңгі жасыл ормандардың екі жағында мынау ашық фиолетовый түспен боялған аймақ. Бұл бізде муссондық ауыспалы ормандар деп аталады. Бұл екінші зона. Келесі, ашық жасыл түспен боялған материктің солтүстік бөлігінде және материктің орталық бөліктерінде екі территорияны алып жатқан бұл саванналар мен сирек ормандар. Материкте ол екі түрі бар. Мына солтүстіктегіні Ореноко саваннасын Лианос деп атайды, және оңтүстіктегі Бразилия саваннасын Кампос деп атайды. Әрмен қарай, оңтүстікке қарай жылжимыз. Оңтүстікте ашық сары түспен боялған аумақ қоңыржай белдеудегі орманды дала және дала зоналары, және оранжевый түспен боялған бұл қоңыржай белдеудің шөл және шөлейт зоналары. Өте кішкентай бөліктерді ғана қамтиды. Шөл шөлейт зоналары сонымен қатар мынау Анды тауының етегінде материктің батыс жағалауында жіңішке сызықтың бойымен тағы да орналасқан кішігірім шөл бар. Бұл бізде Атакама жағалық шөлі Перу суық ағысының әсерінен қалыптасқан. Жалпы табиғат зоналарының таралуы осындай. Және материктің батыс бөлігінде бүкіл батыс бөлігін Анды таулары алып жатқандықтан, бұл аймақ розовый түспен боялған. Бұны әрине біз биіктік белдеулік деп атаймыз. Оңтүстік Американың табиғат зоналарының ерекшелігі негізінен осы биіктік белдеулігінде. Биіктік белдеулігінде, яғни Анды тауында эндемиктік жануарлардың, өсімдіктердің үлесі өте жоғары. Сол Анды тауының символы ретінде эндемиктік екі жануарды айтады. Ол бізде кондор мен лама. Кондор деген жыртқыш құс, біздің жақта өмір сүретін бүркітке ұқсас жыртқыш құс деуге болады. Және лама деген түйе тұқымдас, түйенің кішкентай түрі. Осы екі жануар Анды тауының символы. Және мына ламаның кейбір түрлеріне қатысты сұрақтар тестте келеді. Жабайы ламаның түрлері, қолға үйретілген ламаның түрлері деген секілді. Оларды конспект қылып жазып жаттайсыздар. Келесі материк бізде Африка материгі. Африка материгінде табиғат зоналарының таралуы өте оңай, жаттауға және өте қызық. Неге? Өйткені материктің тура ортасынан экватор сызығы кесіп өтетін болғандықтан, шамамен осы жерден. Табиғат зоналары осы экватордан бастап екі жаққа қарай зеркально таралған, симметриялы түрде. Тура орталық бөлікте қою жасылмен боялған жер бұл экваторлық мәңгі жасыл ормандар. Оның жанында жіңішке ашық көкпен боялған жерлер ауыспалы ылғалды ормандар, немесе оны муссондық ормандар деп атайды. Қызыл түспен боялған өте үлкен аумақты алып жатқан зона, Африканың ең басты табиғат зонасы, бұл әрине саванналар. Субэкваторлық белдеуде қамтиды. Және материктің екі бөлігінде оранжевый түспен боялған солтүстік бөліктің үлкен аумағын алып жатыр, және оңтүстік бөлікте біраз аумақты алып жатыр. Бұл материктің тропиктік шөл және шөлейт зоналары. Әрмен қарай, қоңыржай белдеудегі қатты жапырақты ормандар материктің екі жағында, оңтүстігінде және солтүстігінде өте кішкентай бөлікті қамтиды, қоңыр түспен боялып тұр. Оңтүстікте және солтүстікте Жерорта теңізінің жағалауында. Және материктің барлық жерінде, әрбір жерлерінде розовый түспен боялған, бұл әрине биіктік белдеулік аймақтары. Ол барлық жерде бар, қатты жапырақты ормандарда да бар, тропиктік шөлдерде де бар, саванна мен сирек ормандарда, экваторлық ормандарда розовый түспен боялған жер барлық жерде кездеседі. Африканың ең басты табиғат зонасы бұл бізде саванна мен сирек ормандар. Өйткені бұл материктің 40% аумағын алып жатыр. Бүкіл Африка туралы түсірілген фильмдердің барлығында біз негізінен осы саванна туралы әртүрлі кадрларды көреміз. Сол саванна зонасының ағаштарын, піл, жираф, зебра деген сияқты. Келесі бізде Австралия материгі. Австралия материгі негізгі бөлігі тропиктік, қоңыржай және субтропиктік белдеулерде орналасқан. Сәйкесінше сол зонаның, сол белдеудің табиғат зоналары көп түзілген. Материктің орталық бөлігін өте үлкен аумағын тропиктік шөлдер алып жатыр. Мына жерде ашық сары түспен берілген. Солтүстік бөлігіндегі үлкен аумақ ашық жасыл түспен боялған, және оңтүстігіндегі кішкентай ашық жасыл түспен боялған. Бұл бізде саванна мен сирек ормандар зонасы. Және материктің жағалаулық аймақтарында кейбір ормандардың түрлері бар. Мысалға, материктің шығыс жағалауында ылғалды ормандар жылы ағыстың әсерінен түзілген. Даже тропиктік белдеуде орналасса да, Австралия материгі жағалауынан жылы ағыс өткендіктен, Австралияның шығыс жағалауы өте ылғалды. Сол жылы ағыстың арқасында ормандар түзілген. Бүкіл халық осы шығыс жағалауында өмір сүреді Австралияның. Ең ірі қалалардың барлығы сол жақта.
Және материктің оңтүстік бөлігінде, оңтүстік батыс, оңтүстік шығыс бөлігінде қоңыр түспен боялған. Бұл қатты жапырақты субтропиктік белдеудің ормандары, қоңыржай және субтропиктік белдеудің. Австралияның басты ерекшелігі бұл ондағы эндемизмнің деңгейінде. Яғни бүкіл материкте өмір сүретін өсімдіктердің 75%, және жануарлардың 90%, олар эндемиктік өсімдіктер мен жануарлар, яғни тек қана Австралияда ғана өмір сүреді, басқа материктерге қатысы жоқ. Бұлай болу себебі Австралия материгінің басқа материктерден ерте бөлініп кетуінде. Соның арқасында Австралияның тіршілік дүниесі өз алдына уникалды, өте ерекше болып қалыптасқан. Табиғат зоналарының үлесі бойынша ең үлкен аумағын шөлдер алып жатыр. Шөлдер және саванналар. Келесі бізде соңғы материк, бұл бізде әрине Антарктида. Антарктиданың табиғат зоналары өте оңай, өткен ол жақта бір ғана табиғат зонасы бар. Бұл бізде антарктикалық шөл, яғни мұзды шөлдер. Толығымен антарктикалық белдеуде және субантарктикалық белдеуге кішігірім бөлігі ғана кіреді. Оңтүстік Америкамен шектесейін деп жатқан Дрейк бұғазы бөліп жатқан түбек. Енді жануарлар дүниесіне келетін болсақ, ол жақта негізінен мекендейтін құстардың түрі пингвиндер. Пингвиндердің 17 түрі мекендейді. Ішінде ең көп таралғандары Аделия пингвиндері, ең ірілері император пингвиндері. Құстардың ең ірісі альбатрос. Осы туралы сұрақтар тестте келеді. Антарктиданың тіршілік дүниесінің ерекшеліктері. Осымен бізде оңтүстік жартышар материктері аяқталды. Бүкіл 6 материктің тіршілік дүниесімен танысып болдық. Енді біз мұхиттағы тіршілікпен де қысқаша танысып кетейік. Мұхиттағы тіршілік негізінде материк құрлық бетіндегі тіршілікке қарағанда әлдеқайда күрделі және әлдеқайда алуан түрлі. Неге? Себебі ең алғаш тіршілік ол суда қалыптасты, және соның арқасында судағы тіршілік әлдеқайда бұрын қалыптасқандықтан ол жақта алуан түрлілік деңгейі өте жоғары. Жануарлардың 160 мыңға жуық түрі, өсімдіктердің 15 мыңнан астам түрі кездеседі дүниежүзілік мұхитта. Мұхиттағы тіршілік бұл тереңдік бойынша қалыптасады. Мынау жер бетінде құрлықтың үстіндегі тіршілік экватордан полюстерге қарай жылжыған сайын жылу мен ылғалдың әртүрлі арақатынасының әсерінен қалыптасатын еді. Ал мұхиттағы тіршілік тереңдік бойынша. Неге? Себебі тереңге түскен сайын күннен келетін жарық пен жылу мөлшері азая береді. Сәйкесінше мұхит суының әртүрлі тереңдігінде сондай жағдайға бейімделген әртүрлі тірі организмдер өмір сүреді. Соған байланысты бүкіл тіршілікті мұхиттағы 3 топқа бөлеміз: планктон, нектон және бентос. Планктон деген бұл мұхиттың беткі қабаты, жарық пен жылу мөлшері өте көп. Сол себепті бүкіл мұхиттағы тірі организмдердің басым көпшілік бөлігі планктон болып есептеледі. Бүкіл биомассаның ең көп бөлігі планктондарға тиесілі. Планктондар бұл көбінесе судағы беткі толқындармен қалқып жүретін өте ұсақ майда организмдер. Екіншісі ол нектон. Мұхиттың орталық бөлігінде өз еркімен ары-бері қозғалып жүзе алатын ірі балықтар, теңіз сүтқоректілері, және ең астында мұхит табанына бекініп өмір сүретін өте терең қабаттарда жарық пен жылу мүлдем жоқ жерде өмір сүретін тірі организмдер бұл бентос қабатын құрайды. Мына жерде планктонға не жататыны, нектонға және бентосқа не жататыны конспектіре жазылған. Бұны мен оқып бермей-ақ қояйын. Жалпы логикасы түсінікті деп ойлаймын. Және әрбір организм осы мұхиттың әртүрлі тереңдіктерінде өмір сүргендіктен, олар сондай жарық пен жылу деңгейіне, сондай қысымның деңгейіне бейімделіп кеткен организмдері. Мына кестеде сол әртүрлі қабыққа тиесілі бейімделу элементтері көрсетілген. Бір оқып шықсаңыздар, жалпы керек болып қалуы мүмкін, бірақ бұл туралы сұрақтар негізі ОБТ-да онша көп келмейді. Негізінен келетіндері жай ғана 3-ке бөлінетіні, қайсысына не жататынын ғана сұрайды. Бірақ бейімделу ерекшеліктері қатты маңызды емес. Өздеріңізге қызық болса, қосымша оқып алыңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Енді бізде практикалық бөлім. Ручка парағымызды алып белгілеп тастайық. Келесі 3-ші сұрақ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді өзіміздің жауаптарымызды дұрыс жауаптармен сәйкестендіріп, қанша балл жинағанымызды видеоның астына комментке жазып қояйық. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.